Селекция тақырыбына арналған тест. Сұрақ. Жаңа түрлерді сұрыптауды зерттейтін ғылым саласы. Селекция. Тұқым қуалаудың гомологты қатар заңын ашқан ғалым. Вавилов. Полиплоидия ұғымының мағынасы. Хромосома санының өсуі, 2-ден артық еселенуі. Гетерозис деген будан күші. Гетерозисті алғаш байқаған ғалым. Шелл. Жануарлар селекциясына ең аз қолданылатын әдіс. Полиплоидия. Бұл әдіс көбінесе өсімдіктерде қолданылады. Туыстық организмдерді будандастырудың түрі. Инбридинг. Инбридинг ол туыстық ағзаларды будандастыру. Ал туыстық емес организмдерді будандастыру түрі бұл аутбридинг. Гибридтердің бірінші ұрпақ түсімі өте жоғары және әр түрге жататын организмдерді будандастыру. Гетерозис. Мың 914 жылы гетерозис құбылысын жүгеріден байқады. Шелл. Селекция сөзінің мағынасы. Жауап: сұрыптау. Тірі ағзалардың өз пайдасына қарай өндірісте пайдалану туралы ғылым. Биотехнология. Микроағзаларды тамақ өнеркәсібінде пайдаланады. Нан ашыту, ірімшік жасау. Биотехнологияның басты бағыттарына жатпайды. Гетерозис. Арқар мериноз тұқымын шығарды. 3 ғалым шығарған болатын. Олар Есенжолов, Жандеркин және Бутарин. Селекцияда будандастыру әдістері. Будандастыру әдістеріне аутбридинг және инбридинг жатады. Ал селекцияда сұрыптау әдістері ол жаппай және жеке. Салыстырамыз. Селекцияда будандастыру әдістері аутбридинг және инбридинг, ал селекцияда сұрыптау әдістері ол жаппай және жеке. Жауабымызды тексереміз.